Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мынадай жүрекше тоқимыз. Бұл жүрекшені алқа ретінде қолдансаңыздар болады, және брелок ретінде де қолдансаңыздар болады. Түстеріңіз өз еркілеріңізге қарай таңдап аласыздар. Және бұны шыршаға ілетін, жүрекшені шыршаға ілетін ойыншық ретінде де қолданса болады. Бүгін сіздерге видеода анық көріну үшін мынадай молочный түсті бисермен тоқып көрсетемін. Бұны қарапайым лескада тоқимын. Жібі болса жіппен де тоқуға болады. Егер дайын болсаңыздар, мастер-классымызға көшейік. Жібімізді ұзынырақ қылып аламыз. Әдеттегідей бисерге, инемізге 3 бисер аламыз. Жұмысын соңына қарай алып келеміз, яғни жіптің соңына қарай. Осы жерден байлаймыз. 2-3-ке қайтарып байласаңыздар жеткілікті. Мен қаттырақ тартып байлаңыздар, шығып кетпесін. Бірінші, екінші және үшінші. Үш рет байладым, қаттырақ тартып байлаңыздар. Енді инемізге 2 бисер аламыз. Мінекей осындай болып шығу керек. 3 бұрышты болып. Енді инемізге 2 бисер аламыз. 2 бисер алып, мінекей біздің жіп мына жерден шығып тұр ғой, бұлай жоғарыдан төмен қарай бисермен өтіп шығамыз. 2 бисер алдық. Жоғарыдан төмен қарай өтеміз. Мінекей бізде осындай болып шығу керек. Тартамыз. Одан соң мына жіп бізде мына жерден шығып тұр. Енді мына бисерден бисер алмай, жай ғана инемен өтіп шығамыз. Инемен өтіп шықтық. Қаттырақ тартамыз. Мінекей осындай болу керек. Енді бізде 2 бисер аламыз. 2 бисер алдық. Енді қасындағы тұрған 2-ші бисерден өтеміз. Мінекей. Мінекей 2-ші бисерден өткіздік. Енді инемен жай ғана мына бисерден өтіп шығамыз. Тартамыз. Қаттырақ тартыңыздар. Одан соң бізде тағы 2 бисер аламыз. 2 бисер алдық. Мына 2-ші бисерден өтеміз. Өттік. Енді инемен мына бисерден және мына бисерден жоғарға өтеміз. Тартамыз. Мінекей тартқан кезде кішкене осылай майысып формасын келе бастайды. Енді бізде осы жерде 2 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Жанындағы. Тартамыз. Мінекей. Одан соң 1 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. 1 бисер алдық. Бисерден өтеміз. Одан соң 2 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Тартамыз.
формасын келтіріп аламыз. Менде артық жына жібім ұратылып кетті. Одан соң бір бисер аламыз. Мінекей қараңыздар, бұл жерде 2 бисерден өтеміз жоғары. Мінекей тартамыз, қаттырақ тартыңыздар, формасы келмей қалады. Мінекей осындай болып шығады. Енді 2 бисер аламыз. Мына екінші бисерден өтеміз. Формасын келістіреміз. Одан соң 1 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Жаңағы 1 бисер алып өтіп еді, сол бисерден өтеміз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Қарап отырсаңыздар, біздің бисеріміз көбейіп келе жатыр. Мына бисерден өтеміз. Одан соң 2 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Одан соң 1 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Жібіміз мына бисерден шығып тұр, енді мына бисерден өтеміз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Бір бисер алдық. Енді мына жерден қатарынан 2-інен өтеміз. Енді 2 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Қалыпқа келтіреміз, тартамыз. Енді 1 бисер аламыз. 1 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз. Одан соң 2 бисер аламыз. Мына бисерден өтеміз, екінші. Тартамыз. Қаттырақ тартып отырыңыздар. Бос болып қалмау керек. Енді 1 бисер аламыз. Мынадан өтеміз. Тағы 1 бисер аламыз. Мынадан өтеміз. Тағы 1 бисер аламыз. Енді мынадан 2 бисерден қатарына өтеміз. Менде қатты тартылғандықтан иінем кірмей жатыр. Енді 2 бисер аламыз. Мына розовыйдан 2-ші бисерден өтеміз. Тартамыз. Одан соң 1 бисер аламыз. Мына розовыйдан өтеміз. Тартамыз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Тартамыз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Одан соң тағы 1 бисер аламыз. Мынадан өткіземіз.
Одан соң 2 бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Қалпына келтіреміз, тартамыз. Одан соң тағы бір бисер аламыз. Мынадан өтеміз, тартамыз. Одан соң тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Одан соң тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан қатарынан екеуінен өткізіп шығамыз. Тартамыз. Енді 2 розовый бисер аламыз. Мына екінші розовыйдан өтеміз. Одан соң бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Одан соң тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Енді 2 розовый аламыз. Мынадан өткіземіз. Тартамыз. Қалпына келтіріп аламыз. Мінекей бұлай жату керек өздер формасымен. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Енді бізде қатарынан 2 бисерден төменнен жоғары қарай өтіп шығамыз. Енді 2 бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Одан соң тағы біреусін аламыз. Мынадан өткіземіз. Енді 2 бисер аламыз. Мынадан өткіземіз. Қалпына келтіріп аламыз, тартамыз. Енді бір бисерден өтіп шығамыз. Бір бисер алдық. Өтеміз, тартамыз. Міндетті түрде тартып отырыңыздар. Бос болып қалса, жүрекше шықпай қалады. Тағы бір бисер алдық. Өтеміз. Тағы бір бисер аламыз. Өтеміз. Тағы бір бисер аламыз. Мынадан өтеміз. Одан соң тағы бір бисер аламыз. Мынадан өтеміз. Одан соң тағы бір бисер аламыз. Мына екеуінен қатарынан өтіп шығамыз. Бірінші
мінекей өтіп шықтық. Мінекей осындай форма шығу керек. Енді былайынан бір-біріне қосамыз. Былай тұрды ғой, осылай. Енді оны былай майыстырып, бір-біріне қосамыз. Яғни, мінекей жібіміз мына бетте тұр. Енді қарама-қарсы беттен, мына бисерден өтеміз. Бисер алмаймыз, инеден жай ғана өтіп шығамыз. Осындай шығу қажет. Тартамыз. Енді осы жерде бізде бір бисерден алып өтеміз. Бір бисер аламыз. Мынау бисерден өтеміз. Жібіміз мына жерден шығып тұр, енді мына жерден өтеміз. Сізде бұндайда 8 бисер болу керек. Яғни бірінші кетті. Екінші, үшінші, төртінші, тартып отырыңыздар. Бесінші, мінекей. Алтыншы, жетінші, және 8-ші. Бір бисерден алып өтеміз. Мінекей, жаңағы бисеріміз басталған жермен мына екі бисерден қатарынан өтеміз. Тартамыз. Енді бізде тағы да қатарынан 8 бисер бір-бірден алып өтеміз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, тартып отырыңыздар. Бесінші және алтыншы. Тартамыз. Енді жетінші, соңғы 8-ші бисерде, біздің бисеріміз жаңа осы бисерден басталған етін, бұл қатарымыз, яғни осы қатардағы бисермен одан жоғарғысындағы бисерден екеуінен өтіп шығамыз. Тартамыз. Енді біз жерде тағы да 8 бисер қатарынан бір қатар өткізіп шығамыз. Яғни бірінші бисер, екінші бисер, мына бисерден өтеміз. Үшінші бисер, төртінші бисер, бесінші бисер, және алтыншы. Мына жақтан өтеміз. Жетінші, сегізінші соңғысы. Ол үшін алдыңғы қатардағы бисермен осы соңғы қатар басталған бисердің екеуінен өтіп шығамыз. Мінекей. Бірінші алдыңғы қатардыңнен өтейін, сіздерге түсінікті болу үшін. Одан соң мынау жаңа қатар басталғандағы бисерден өтеміз. Енді бізде тағы 8 бисер бір-бірден алып өтеміз. Бірінші,
екінші мінекей тартамыз. Қатты тартып отырыңыздар міндетті. Екінші кетті. Үшінші тартамыз. Бесінші мінекей тартамыз. Алтыншы жетінші және сегізінші. Мен шатаспын, менде енді жетінші болу керек. Жетінші және сегізінші. Сегізінші мына екі қатар бисерден өтеміз. Жаңағы алдыңғы қатармен осы қатар басталғандағы екі бисерден өтіп шығамыз. Тартамыз. Мінекей бізде осындай болып шығу керек. Енді бізде осы жүрекшенің бір бөлшегін аяқтау үшін 4 қана бисер алу керек, яғни бір бисер аламыз. Мына екеуінен қатарынан өтіп шығамыз. Тартамыз. Қаттырақ тартыңыздар. Екінші бисер аламыз. Мына екеуінен өтіп шығамыз. Тартамыз. Одан соң үшінші бисер аламыз. Мына екеуінен қатарынан өтіп шығамыз. Және төртінші. Мына екі бисерден қатарынан өтіп шығамыз. Тартамыз. Және қатар басталған бисер мына жерден шығып тұр. Мына бисерден инемен өтіп шығамыз. Тартамыз. Мінекей осындай болу керек. Енді осы жерде қатарынан 4 бисер алып өтеміз. Бірінші. Мынадан өтеміз. Тартамыз. Екінші. Мына бисерден өтеміз. Үшінші. Мына бисерден өтеміз. Түсінікті деп ойлаймын. Мына бисерден өтеміз. Үшінші кетті және төртінші. Мына бисерден өтіп шығамыз. Мына екі бисерден. Тартамыз. Енді өзара қосып шығамыз. Мына бисерден өтеміз. Жібіміз мына бисерден шығып тұр. Енді мына бисерден өтеміз. Инемен. Тартамыз. Енді мына бисерден өтеміз. 4 бисерді, жаңағы соңғы алған 4 бисерді қосып шығамыз. Инем өтпей жатыр. Мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Одан соң мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Және мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Тартып шықтық. Осындай болу керек. Тағы бір қайтара айнала тартып шығыңыздар. Қосып
мінекей мына 4 бисер ғой, соңғы бисер осы 4 бисерден айналып, инемен айналып өтіп шығыңыздар. Тартамыз. Тартамыз. Мінекей бізде осындай жүрекшенің бір бөлігі шықты. Міне, енді мына мына бөлігін жасаймыз. Ол үшін бізге мынау инемізді аяқтау қажет. Ол үшін қатар жібермей, бисер жібермей, осылай бисерден өтіп шығыңыздар. Сосын қайшымен кесе саласыздар. Мінекей осылай өтіп шығамыз барлық бисерден. Сосын қайшымен кесіп тастайсыздар. Енді достар, жүрекшенің екінші жағын жасаймыз. Ол үшін бізге, мен жаңа видеоның басында сіздерге айтпаппын, бізге мынандай мақта қажет, жүрекшенің ішін толтыруға, яғни кішкене көлемді болу үшін мақта болмасын, болмаса қарапайым мақта болсын, кейбір тіпті қағаз салып қояды ортасына, салафан салып жатады. Қайсысы бар, соны салсаңыздар болады. Мінекей мен мақта салам осындай арнай. Ішіне толтырып салып шығыңыздар. Бірақ өте көп салмаңыздар. Өйткені жүрекше ашылып орталар жіптері көрініп шығатын болып қалады. Осылай салып шығамыз. Салып шықтық. Енді мына жарты бөлігіне қазір жұмыстың соңына қарай саламыз. Біз енді екінші бөлікті бастау үшін тура жаңағыдай алдыңғы мына қатарды бөлігін жасағандай 8 бисерден алып өтеміз. Ол үшін бізге мына бисерден инемен шығуымыз керек, көрініп тұр деп ойлаймын. Және қатарынан 8 бисер алып өтеміз. Бірінші, мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Тарттық. Енді екінші, мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Үшінші, мына бисерден өтеміз. Және төртінші, мына бисерден өтеміз. Бесінші, мына бисерден өтеміз. Алтыншы, мынадан өтеміз. Және жетінші бисер, мына бисерден өтеміз. Сосын соңғы 8-ші бисер. Бұл кезде мына жаңа қатар басталған бисермен жаңа қатарған бисер, яғни мына бисерден өтеміз. Сосын одан қатар басталған бисерден өтеміз. Тартып шықтық. Енді тағы да бізде қатарынан 8 бисер, 8 қатар жүреді. Бір бисерден 8 алып өтеміз. Бірінші, екінші, мына бисерден өтеміз. Бисер кетті. Енді үшінші бисер, мына бисерден өтеміз. Тартамыз. Төртінші, мына бисерден өтеміз.
бесінші, бесерден өтеміз. Және алтыншы, бесерден өтеміз. Және менде алтыншы кетті, жетінші, бесер. Және сегізінші бесер. Жаңа алдымыз қатардағы бесер басталғанмен, екінші осы жаңа қатардағы бесерден екеуінен қатарынан өтіп шығамыз. Енді тағы қатарынан 8 бесер алып өтеміз. Бірінші бесер, кейін бесерден өтеміз. Тартамыз. Екінші бесер. Тартамыз. Одан соң үшінші бесер. Кейін бесерден өтеміз. Тартамыз. Төртінші бесер. Бесерден өтеміз. Тартамыз. Және бесінші бесер. Бесерден өтеміз. Тартамыз. Және алтыншы. Бесерден өтеміз. Алтыншы бесер өткіздік. Жетінші. Тартамыз. Және сегізінші. Қатарынан екі бесерден өтеміз. Енді бізде тағы бір рет бір қатар 8 бесерден алып өтеміз. Бірінші, және екінші бесерден өтеміз. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, бесерден өтеміз. Және соңғысы сегізінші. Қатар алдыңғы қатар мен жаңа қатар басталған екі бесерден өтіп шығамыз. Тартамыз. Енді бізде қатарынан 4 бесер жүреді, яғни екі бесерді қосып алып өтеміз. Бір бесер аламыз. Мына екеуінен өтеміз. Тартамыз. Қаттырақ тартыңыздар. Екінші бесер аламыз. Мына екі бесерден қатарынан өтеміз. Екінші бесер өтті. Енді үшінші бесер. Мына бесер мен мына бесерді қатарынан өтіп шығамыз. Және соңғы бізде төртінші бесер. Бір бесер аламыз. Мына екеуінен екі бесерден өтеміз. Және тартамыз. Сосын жоғары қарай қатар басталған бесерден енемен өтіп шығамыз. Енді осы жерде мақтамызды сала берсек болады. Өйткені бізде қазір екі қатардан кейін жұмысымыз аяқталады. Осылай алып мақтамызды ішіне кіргізіп шығамыз. Кішкене аздау қалды, тағы кішкене қосып жіберсек.
Естеріңізге сала кетейін, мақтан қатты көп салып жібермеңіздер, өйткені тігістері байқалып қалады. Кішкене ғана көлемді болып тұрса, сол жеткілікті. Өйткені бұл дәу жүрекше емес, өзі кішкене жүрекше. Осылай толтырып шықтық. Енді осы қатар бойынша 4 бисер алып шығамыз. Яғни бірінші бисер. Мінекей мына бисерден өтеміз. Көрініп тұр деп ойлаймын. Мен мына бисерден шығып тұрмыз. Енді мына бисерден алып өтеміз. Жаңағы 4 бисерден бірінші бисер кетті. Екінші бисер. Бір бисер аламыз. Мына бисерден өткіземіз. Тартамыз. Қаттырақ тартыңыздар. Және үшінші мына бисерден өткіземіз. Және төртінші бір бисер аламыз, төртінші бисерден өтеміз. Төртінші бисерден өткіземіз осылай. Тарттық. Енді жай ғана мен мақталарды кесіп тастайын. Көрінбей жатыр өйткені. Және енді жаңағы соңғы 4 бисерден жіппен өтіп шығамыз инемен. Бірінші, екінші күні. Сосын бізде үшінші және төртінші бисер. Осылай бір айлан 2-3 айналдырып қосып шығамыз. Екінші, үшінші және төртінші. Сосын жібіміз осылай бисерлерден өтіп, ортасына бір бисер қалдырмаңыз. Өйткені жібіміз байқалып қалады. Түсініксіз болып жатса, егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жауап қайтаратын боламын. Мінекей біз осылай бәрін бисерден айналып өттік. Енді жай ғана қайшымен жібімізді кесіп тастасақ болады. Енді бізде осындай жүрекше дайын болды. Менімен бірге жасап үйреніңіздер. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, және маған тіркелуді, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.